Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін қазақ тілі сабағынан 53-ші сабақты өтетін боламын. Келесі шығатын сабақтардан қалып кетпес үшін менің арнама тіркеліп қойды ұмытпаңдар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз лепті сөйлем. 10-шы жаттығу. Оқы. Дүние деген не? Деп сұрады кішкентай шабақ. Дүние дегеніміз теліге теңіз су, деді үлкен балық. Дүние деген не? Деді ақ аюдың қонжығы. Оның енесі дүние деп біраз ойланды да, ол мұзды таулар, мұз алаңы, оның астындағы су деді. Дүние деген не? Деп сұрады кішкентай бота. Дүние деген көп құм, аздаған саз және аздаған шөп, тәтті тікен деп жауап берді түйе. Алақай, дүние дегенің не екенін енді білдім. Ал балалар, бұл туралы сендер не білесіңдер? Балбұлақ журналынан. Мәтін не туралы? Дүние туралы, я? Мәтінге ат қой, дүние деп қоямыз, я? Мәтін кейіпкерлерінің тіршілік ететін ортасын анықта. Содан өзің қорытынды жасап көр. Яғни майшабақтың теңізде, аюдың мұзды таулар, мұзды суда, түйенің сазда, құмда тіршілік ететіні туралы. Мәтіннен сұраулы және лепті сөйлемдерді теріп жаз. Дүние деген не? Алақай, дүние дегенің не екенін енді білдім. Ал балалар, бұл туралы сендер не білесіңдер? Осы сөйлемдерді көшіріп жазамыз. 11-ші жаттығу. Мақалдарды қатесіз көшіріп жаз, мәнін түсіндір. Таулы жер бұлақсыз болмас, сулы жер құрақсыз болмас. Су ырыстың көзі, еңбек кірістің көзі. Судың пайдасы туралы әңгімелеп көр. Су туралы төмендегі сұрақтарға жауап бер. Судың тіршілік үшін қандай маңызы бар? Барлық тіршіліктің өмір сүруін қамтамасыз ететін тіршілік нәрі. Сусыз өмір жоқ. Суға қоқыс қалдықтарын тастамау керек. 12-ші жаттығу. Суреттерге қарап, әр сурет жылдың қай мезгілі екенін айт. Өз ойыңды дәлелде. Қалаған жыл мезгіліңнің суреті бойынша әңгіме құрастырып жаз. Қыс келді. Айнала аппақ қар. Ауа райы суық. Қыста боран болады. Ал балалар қыста аққала соғып, шанамен сырғанап мәз-майрам болады. 13-ші жаттығу. Суреттерге қарап әңгімеле. Аспан көкте жұлдыздар, жерде біздің ұл қыздар. Ғарыш деген алыс бекен, ол да бізге таныс мекен. Су тірліктің өзегі, ақса болар өзені. Орман табиғат дәулеті, аң мен құс әулеті. Ауа өмір нәріміз, тыныстайтын бәріміз. Жел соқса гуілдеп, кетер маңай дүрілдеп. Жақау Дәуренбеков. Суреттердің астындағы сөйлемдерді оқы. Сонан соң суреттерге қарап, лепті сөйлемдер құрап көр. Қандай жарқыраған жұлдыздар, қандай алыс ғарыш, қандай таза су, қандай ну орман, не деген қатты жел. Сонымен бүгінгі сабағымыз бітті. Сау болыңдар.